Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жаңа жылға немесе басқа да мерекелік дастарханға ұсынуға болатын салат әзірлейміз. Бізге керекті заттарымыз: сыр, суда піскен картоп, ас көк, колбаса, 2 дана қызанақ, Pringles чипсы, кукуруза және майонез. Алдымен колбасамызды майдалап турап аламыз. Майдалап туралған колбасамызды тарелкамызға саламыз. Дөңгелек пішін шығу үшін және биіктеу болу үшін мен осындай форма қолдандым. Келесі картошкамызды терканың майда тісінен өткізіп аламыз. Колбасамыздың үстіне жұқалап осылай майонез жағып шығып, теркадан өткізілген картошкамызды сеуіп шығасыздар. Үстіне аздап тұз себуге болады. Сосын қайтадан майонез жағылады. Келесі теркадан өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз, оның үстіне қайтадан майонез жағамыз. Келесі қызанағымызды майдалап турап салып, үстіне қайтадан майонез жағамыз. Ең соңынан кольцо формамызды алып тастап, бетіне кукурузамызды сеуіп шығамыз. Жан жағына Pringles чипсыларымызды осылай салып әсемдейміз. Қалауларыңыз бойынша ас көкпен осылай әсемдеп шығуға болады. Осымен мерекелік дастарханға ұсынылатын салатымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.